Білім саласы елдің стратегиялық күші, ұлттың болашағын айқындайтын басты бағыт. Алайда қазіргі мектеп жүйесі барлық балаға сапалы білім беруде қиындыққа тап болып отыр. Бұған бірнеше себеп бар. Біріншіден, шамадан тыс жүктеме, қағазбастылық, инфрақұрылымның теңсіздігі, сондай-ақ WhatsApp-тардағы чаттар мен тапсырмалардың көптігі ұстаздың уақытын алып, оқушымен жеке жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді. Қала мен ауыл арасындағы алшақтықта айқын. Бір аймақта жаңа мектептер салынса, басқа өңірлерде интернет пен техника жетіспейді. Президенттің ауыл мен қала баласының мүмкіндігі тең болуы тиіс деген талабы нақты іске айналуы қажет. Екіншіден, білімдегі олқылықтарды толтыру үшін ата-аналар балаларын репетиторға беруге мәжбүр. Қазір репетиторлыққа сұраныс шамамен 25%-ға өскен. Репетитор сан емес, қажеттілікке айналды. Бірақ оған барлық отбасының мүмкіндігі бірдей емес. Осылайша білім теңсіздігі күшейіп, әлеуметтік әділетсіздік тереңдеуде. Үлкен мәселе. Үшіншіден, білім сапасы тікелей ұстазға байланысты. Қазіргі уақытта қағазбастылықты жоямыз деп барлық қызметті цифрландыру процесі жүріп жатыр. Оның ішінде педагогтардың аттестациясы мен жұмысқа қабылдау рәсімдері бар. Бұл әрине тиімді көріну мүмкін, алайда электронды форматта өткізілгенімен көбіне сканерленген құжаттармен шектеледі. Ал мұндай құжаттардың шынайылығы бөлек мәселе.